Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен Грузия елінің тағамы цыпленок табака рецебімен бөліскелі отырмын. Олай болса, достар, менімен бірге дайындап көріңіздер. Дәмін айтып жеткізе алмаймын, оны өздеріңіз дайындап, дәмін татып көріңіздер. Өте дәмді болып шығады. Видеода көріп тұрғандарыңыздай қанаттарын, құйрығын, керек емес жерлерінің барлығын кесіп алып тастайтын боламыз. Және айналдырған кезде көрініп тұрады, қай жерінен кесу керек екені. Соны екі ортасынан бөліп кесетін боламыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай ортасын ашып, кесіп дайындап алдық. Ішкі құрылыстарында алып тастаңыздар және жуып, мінекей дайындап алдық. Енді оның сүйектерін соғып, сындырып, табаға жабысып тұратындай етеміз. Мен оқтаудың көмегімен соқтым. Сіздерде арнайы ет соғатын болса, сонымен ұрсаңыздар болады. Қанаттарының астарында да үлкен сүйектер болады, оларды да ұрып соғып жазу керек. Дайын болғаннан соң тұз бұрышымызды араластырып, дайындап алып, осыны екі жақ бетіне де сеуіп шығатын боламыз. Достар, менің каналымды тіркелусіз қарап жүрген болсаңыз, тіркеліп қоюды ұмытпаңыз. Әр елдің тағамдарымен таныстырып, рецептермен бөлісіп отыратын боламын. Асықпай, осылай видеодағыдай қанаттарын астарын да ұмытып кетпей, сеуіп шығыңыздар молынан тұзы мен бұрышын. Ішкі жақ бетінде дәл солай тұз бұрышын сеуіп шығатын боламыз. Дайын болғаннан соң табамызға майымызды құйып, бар отта қыздырып аламыз. Майымыз қызғаннан кейін тауығымызды салып, орташа отта қуыратын боламыз. Және де достар, айта кететін жайт, табаныз қалың болуы қажет, асты күйіп кетпес үшін. Ұзақ қуырылатын болғандықтан майы күйіп кетуі мүмкін. Енді оның бетін видеодағыдай тарелкемен жауып, үстіне ауыр зат қоямыз. Мен чайникті су толтырып қойдым. Осы қалыпта 10 минуттай қуырып алатын боламыз. 10 минут өткеннен соң, екінші жағында дәл осылай 10 минут қуырып алатын боламыз. Негізі түп нұсқасында Грузия елінде осы табаға ғана дайындап, қуырып шығарады екен. Мен пешке тағы да қуырып алдым. Өйткені ортасы шекі сияқты болып көрінді. Достар, сіздер де дайындап көріңіздер. Дәмі өте керемет болып шығады. Ас үйіңізге ерекшелік беріп тұрады. Ендігі кезекте соусын дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге сарымсақ қажет болады, 3-4 штугын. Соны үкіштен өткізіп аламыз. Оған 2 ас қасықпен томат пастасын қосамыз, және 2 ас қасық аджика қосатын боламыз. 1 ас қасық сұйық май, және 2 ас қасық лимонның суы қажет болады. Барлығын араластырып, біркелкі етіп дайындап аламыз. Дайын болған тауығымыздың бетіне соусымызды барлық жеріне жағып шығатын боламыз. Екінші жағына да жағып, қанаттарының астарына да жағуды ұмытпаңыздар. Соуста өте керемет дәм беріп тұрады тауығымызға. Енді осы тауықтарымызды 180 градуста 20-25 минут пешімізге пісіріп алатын боламыз. Мінекей достар, бүгінгі Грузия елінің цыпленок табака тамағы дайын болды. Ас болсын баршаңызға.